Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сіздермен бірге 4-ші сыныптың қазақ тілінің 8-ші сабағын бірге орындаймыз. Сабақтың тақырыбы буын үндестігі. Балалар, видеоны көрмес бұрын каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Олай болса бастайық. 34-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Сұлулыққа ынтығып, таза ауаға құмартып жүрген баланың денсаулығы да түзеле бастапты. Апа, білесіз бе? Депті ол бір күні қуанып шешесіне. Табиғаттың бөлшегі ағаш пен гүл ғана емес екен. Иә, гүл де, су да, ауа да табиғаттың бөлшегі демексің ғой. Оларға әрине қауымдауым жоқ. Сонымен бірге, мына мен де табиғаттың бөлшегі екенмін. Ұлының сөзіне көңілі толған ана елжіреп, оның маңдайынан сүйді. Мәтіннің авторы Нұрдәулет Ақыш. Ал енді мәтінге сай тапсырмаларды оқиық. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойып жауап беріңдер. Мәтін бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтарды жалғастырып көріңдер. Бірінші, қалай ойлайсың, баланың денсаулығы түзелуіне не әсер етті? Екінші, анасы неліктен елжіреп кетті? Себебі баласының ақылы мен біліміне таң қалды. Үшінші сұрақ, табиғатқа тағы да нені жатқызуға болады? Табиғатқа гүл, өсімдіктер, құрт-құмырсқалар, ауа, су және тағы да басқаларды жатқызуға болады. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді буынға бөліп жаз. Соңғы буындағы дауысты дыбыстардың жуан немесе жіңішке екенін айт. Үлгіде мыңдай, яғни мына мәтіннің ішіндегі қарамен жазылған сөздерді буынға бөліп жазамыз. Ауаға, ауаға. Соңғы буындағы дауысты дыбыс а, ол жуан. Баланың. Соңғы буындағы дауысты дыбыс жуан. Күні. Жіңішке. Табиғаттың. Соңғы буындағы дауысты дыбыс жуан. Сөзіне. Жіңішке. Көңілі. Жіңішке. Маңдайынан. Жуан. Мінекей, тапсырманы аяқтадық. Енді балалар есімізге сақтайық. Бір сөз ішіндегі дауысты дыбыстардың не бірыңғай жуан, не бірыңғай жіңішке болып үйлесіп келуін буын үндестігі деп атайды. Буын үндестігі бойынша қосымша сөздің соңғы буынның жуан жіңішкелігіне қарай үндесіп жалғанады. Соңғы буын жуан болса, жуан қосымша, жіңішке болса, жіңішке қосымша жалғанады. Мысалы, ауаға, күннің. Ал енді 35-ші жаттығуды орындайық. Бағандағы сөздерді салыстырыңдар. Бұл сөздерге жалғанған жалғаулардың дауысты дыбыстары неліктен жуан, немесе жіңішке екенін бір-біріңе дәлелдеңдер. Бірінші бағандағыны оқиық. Отан, адамдар, табиғат, ғажайып, тар, сулы. Ал енді екінші бағанды оқиық. Шөптің, көлде, еліктер, бүркіттің, теңізші, түйелер. Балалар, оқығанда байқадыңыздар ма? Екінші бағандағы сөздер жіңішке естілді, ал бірінші бағандағы сөздер жуан естілді. Яғни қорытындыласақ, бірінші бағандағы сөздердің соңғы буыны жуан. Сондықтан бұл сөздерге жуан қосымшалар жалғанады. Екінші бағандағы сөздердің соңғы буыны жіңішке. Сондықтан жіңішке қосымшалар жалғанады. Екі бағандағы сөздер буын үндестігіне бағынып тұр. Келесі 36-ші жаттығу. Жапыраққа жазылған
Жеңіс Қашқыновтың өлең жолдарын сағат тіліне қарсы бағытта оқып шық. Тапқан өлең жолдарына тиісті тыныс белгісін қойып көшіріп жаз. Мұнда көрсетілген ұяшықтағы сөздерді құрастырсақ, өлең жолы шығады екен. Т әрпінен басталады. Бізге міне тырнасы тізілген, ұнатам күзді мен. Мұнда тыныс белгі қайырма мен нүкте болады. Келесі 37-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қойып сөйлемдерді көшіріп жаз. Бірінші, құс тың, ең қырағысы сұңқар. Тың деген қосымшаны жалғадық. Күн көзіне тіке қарай алатын тек бүркіт қана. Мұнда не деген қосымшаны жалғадық. Қарлығаш ұсақ жәндіктерді ұшып жүріп әуеде аулайды. Мұнда де деген қосымшаны жалғадық. Пингвин ең жүзгіш құс. Гіш деген қосымшаны жалғадық. Балалар, осымен бүгінгі сабақты аяқтаймыз. Сабақты соңына дейін көрсеңіздер жарайсыздар. Келесі сабақты жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгіні басып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар балалар.